Қадыр Мырза Әлі, ақын, Қазақстанның халық жазушысы. Оның 70-тен астам поэзиялық, прозалық, сондай-ақ әдеби сын кітаптары жарық көрді. Өлеңдері мектеп оқулықтарына енді, ал әнге арнап жазылған өлеңдердің саны 200-ден асады. Қазақ поэзиясында адам жанының тереңін дәл суреттеген ақын Қадыр Мырза Әлі. Әр адамның өмірінде ең қымбат бір сөз бар. Ол сөз жүректен шығады. Ол сөз мәңгі өшпейді. Оның ана туралы өлеңдері мейірім мен сағынышты үні. Бұл әр баланың жүрегіне жақын сезім. Бәрі де ана бір өзінен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзім бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де ана бір өзінен басталды. Жанарынан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіне еркелеп. Жасқандым ба, тек өзінен жасқандым. Алғашқы дәм ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Бұл шығармада артық сөз жоқ, тек шынайы сезім бар. Қадыр Мырза Әлі оқырманды ойлануға емес, сезінуге шақырады.